Мен президент ретінде сіздерге зор сенім артамын деп ерекше атап өткен болатын. Өйткені жаңашылдық пен креатив бұл біздің тіл десем болады. Мемлекет адам өзгерген кезде ғана, қоғам өзгерген кезде ғана өзгереді. Біздегі азаматтық науқандар ол азаматтық бастаманы өмір салты ретінде алып, ортақ мүдде мен көзқарасты бірге бөлісетін адамдар тобы. Мәселенің салдарымен күресудің көп мәні жоқ. Бізге бір сырттан біреу келіп, ешқандай тапсырма бермейді. Ал үнсіздік ол келісім емес, ол кейде өзіңді қорғаудың бір тәсілі ғана. Мемлекет басшысы айтқандай Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сөздерінде мейірімділік ол әділеттілік пен адалдық сынды қазақ идентикасының бөлігі екенін айтып өткен. Қайырлы күн, қадірлі ағайын, құрметті көрермендер, экран алдына жайғасып, бізбен бірге отырған баршаңызға сәлем. Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб YouTube арнасындасыздар. Бүгін біз елдегі жастар қозғалысы, азаматтық белсенділік және қоғамдағы өзгерістерге жастардың нақты ықпалы жайында сөз қозғаймыз. Жастар не істеп жүр, қандай бастамалар бар, қоғамды өзгертуге жастардың күші жете ме деген сауалдарға бүгін біз жауап іздейміз. Ой болса, бүгінгі біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Әлем Әліпбаев, жаңа адамдар қозғалысының белсендісі, Нұрай Өмірзақова, қозғалыстың баспасөз қызметінің өкілі, Ғазиза Лұқманова, шығыс өңірі бойынша көшбасшы, және Алмат Қуанышева, 124 азаматтық науқанының көшбасшысы. Ал қадірлі көрермендер, жайғасып алыңыздар, алда ашық, шынайы әрі маңызды әңгіме күтіп тұр. Олай болса, бүгінгі сұхбатымызды бастайық. Әлем, сіздердің қозғалыстарыңызда өте көп жобалар бар. Шамамен неше жоба бар? 100-ге жуық азаматтық науқандар бар. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша 19 қалада біздің кампустарымыз бар, яғни ол облыс орталықтары. Соның ішінде барлығын санайтын болсақ, 100-ге жуық азаматтық науқандар және 15 мыңға жуық белсенділермен біздің жақтастарымыз. Яғни қазіргі таңда шүкір 2025 жылда да өте үлкен ауқымды өсу өшті, және бұл өсу ары қарай жалғастырылды. Яғни ал бұл науқандарды жүзеге асыру үшін идеяларды қайдан аласыздар? Жалпы мен енді әлеуметтік желілерде өте белсенді отырам. Сол жерде сіздердің бейнероликтеріңізді, рилстарыңызды жиі көріп отырам. Құрметті көрермендер, сіздер де көрген шығарсыздар. Жалпы 124 педофилдерге қатысты науқан бар. Сіздерде ең резонансты науқандардың бірі. Одан кейін жас өспірімдерге алкогольді, темекі тауарларын заңсыз сату, кәмелетке толмаған балаларға заңсыз сату. Одан кейін қандай жобаларыңыз бар? Жалпы негізі біздің атап өткен азаматтық науқандарымыз ол жәнегі 124 біріншісі, екіншісі заң деп аталады. Сонымен қатар бізде басқа да азаматтық науқандар көп. Мысалы, атап өтуге болатын жәнегі айтқан время стекло, яғни уақыт өтті. Сонымен қатар халық қаһары өте көп адамдар біледі. Антитреш, антилипа, ары қарай жалғастыра берсек болады. Аттарының өзі қандай, Креатив, барлық креатив, түсінесіз бе? Жалпы біз мынадан бастайық. Негізі азаматтық науқандар туралы айтпас бұрын мәселеге тереңірек үңілуіміз қажет. Әрбір мәселенің өзінің себебі және салдары болады. Яғни далада жатқан қоқыс ол салдар. Ал оның себебі сол қоқысты бір адамның барып лақтырғанында. Ал біз осы мәселелерді қалай шешуімізге болады? Далада күн сайын шығып қоқыс жинасаң да, адамдар қоқыс лақтырып доғармайынша дала таза болмайды. Яғни мәселенің салдарымен күресудің көп мәні жоқ. Біз мәселенің себебінен бастауымыз қажет. Және біздің азаматтық науқандарымыз дәл осы туралы себеппен күресу. Және жалпы азаматтық науқанды жекелей емес, бүкіл қозғалыс деңгейінде сөйлейтін болсақ, онда әрбір осындай бір мәселенің бір ортақ себебі бар. Ол адамдардың және қоғамның бұл мәселеге деген немқұрайлығы. Бұл адамдар үшін ол мәселе жоқсында. Яғни қалыпты болып кеткен. Бірақ та негізінде дәл осы қалыптылықтан шығып, не нәрсенің нағыз түрде маңызды екенін түсіну, ол біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі. Яғни адамдарға бұл нәрсені жеткізуіміз қажет. Біз адамдардың ойлау моделінің жүйесін ауыстыруымыз қажет. Біздің барлық азаматтық науқандарымыз дәл осылай жиналады. Бізге бір сырттан біреу келіп, ешқандай тапсырма бермейді. Сендер мына тақырыпты көтеріңдер, ана тақырыпты көтеріңдер деп. Жоқ, олай емес. Бізге кез келген белсенді азамат деп атайық, жас адам, белсенді жас деп атайық, белсенді жас біздің кампусқа келеді.
біздің неше жастан сонда? ол 18 мен 35 жас аралығында негізі, яғни қазіргі таңда Қазақстанда жастар деген атпен аталатын азамат және азаматшаларымыз. Сонда әрбір 18 бен 35 жас аралығындағы жас азамат сіздердің ұйымдарыңызға келіп қоса алады. Иә, егер қаласа қосыла алады. Кез келген жас адам біздің қатарымызға келіп, кампустарымызға келе алады, кампусымызда біздің белсенділерімізбен таныса алады. Және де қазіргі таңда бар азаматтық науқанға қосылуына болады, немесе егер шынымен де өзін уайымдаттыратын бір мәселе болатын болса, сол мәселені шешудің креативті жолын ұсына алатын болса, өзінің жаңа азаматтық науқанын ашуына болады. Шыны керек, біздің жаңа азаматтық науқандарымыз дәл осылай ашылуда. Яғни қандай да бір жас адам біздің кампусқа келіп, шынымен де қандай да бір мәселені шешуге талпынған, өзгерістерді өзінен бастап қоғамға қарай өткізгісі келетін жастарды бірігетін бір орта табылғаннан кейін, бұл адам өз ісін іздей бастайды. Яғни өз ісін тапқан адам ол өзінің дарын ашады және шынымен де нағыз өзгерістерге, өзінің ішкі өзгерістеріне, қоғамдық өзгерістерге, сәйкесінше мемлекеттегі өзгерістерге апарылатын нағыз нақты қадамдар жасай алады. Яғни біздің белсенділеріміздің барлығы дәл осы өз ісін тапқан адамдар деп атсам өтірік болмас. Және дәл осы өз ісім қазіргі таңда жаңа адамдарды нағыз нақты нәтижелерге апаратын, өзінің сөздерін ісімен дәлелдеп келе жатқан қозғалысқа айналдырған негізгі күш деп атасақ болады. Жалпы енді сіздер тек қана Астана, Алматы, Шымкент секілді ірі мегаполистерде ғана емес, сонымен бірге еліміздің барлық өңірлерінде барсыздар. Дәл солай. Өңірлерде енді жалпы қазір жағдай қалай? Жас қазақстандықтар белсенділігін көрсетіп жатыр ма? Біріншіден мынадан бастайық. Қазақстанда белсенді жастар өте көп. Өзгерістерді қалайтын және өзгерістердің авангарды болуға дайын жастар өте көп. Және айтқандай 19 қалада бармыз. Астана, Алматы, солтүстік қалалар, шығыс, оңтүстік, батыс. Яғни жастар барлық жиналатын орындардың барлығында біздің кампустарымыз бар. Кез келген жастар, егер қаласаңыздар, біздің кампустарымызға келіп, біздің қатарымызға қосыла аласыздар. Қазір мен қайда өту керек? Айтып кетсеңіз. Ол үшін біздің Instagram желілерінде кіретін болсаңыздар, әрбір қалаға арналған өзінің Instagram желілері бар. Жаңа адамдар Қарағанды, жаңа адамдар Өскемен, жаңа адамдар Ақтау, сәйкесінше арғы жалғаса береді. Өз қалаңыздың Instagram желісін тауып аласыз, парақшасын, және сол парақшада біздің кампусымыздың мекен-жайы көрсетілген. Сәйкесінше сол мекен-жайға келіп, біздің белсенділерімізбен танысып, және айтқандай, бізде бар азаматтық науқандарға қосылуларыңызға болады, немесе егер де қандай да бір мәселені креативті тұрғыда көтергілеріңіз келетін болса, өз азаматтық науқандарыңызды құруларыңызға болады. Біз ешқандай істерге тыйым салмаймыз. Барлығы адамның инициативасында, егер шынымен де бұл мәселені өзгерткісі келетін болса, өзі өзгергісі келетін болса, және әділетті Қазақстанды құруға атсалысқысы келетін болса, біз тек қана мүмкіндік беретін боламыз. Яғни біз оларға тек қана білім немесе қандай да бір дағдылардан бөлек дәл осындай идеяластарды жиналған орта бере аламыз. Бұл біздің басты ресурсымыз деп айтсақ болады. Және де қателеспесем, биылғы жылда сіздер мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен бірге кездесіп үлгердіңіздер, иә? Жалпы 2022 жылы біз президентпен кездескен кезде осы бүкіл тұтас қоғамның, тұтас жастардың санасын өзгерту мәселесі көтеріліп, бірінші азаматтық науқандар тақырыбы тілге тиек етілген болатын. Соған қарап біз жалпы жаңа адамдар стейшні бұл тек қана шара емес, жалпы нақты әрекеттер орындалатын кеңістік екенін байқай аламыз. Сонымен қатар біз де жаңа адамдар белсенділері ретінде өзгерістерден қорықпайтын, елді өзгертетін жас азаматтар екенімізді дүйім жұртқа жария еттік. Тамаша. Ғазиза, өзіңіз жалпы президентпен кездесуде болдыңыз ба? Иә. Ақпан айында өтті ғой деймін, иә? Қателеспесем. Алғашқы кездесуде де мен болғанмын. Бірінші рет кездескенде 2022 жылы 14 қарашада. Осы жылы да кездесуде мен уже басқа бағытпен президенттің кездесуіне бардым. Қазір өзім шығыс өңірлерде көшбасшы болып саналамын және өңірлермен айналысамын. Және осы бір жыл ішінде өңірлерде көптеген өзгерістер, жалпы қозғалыста көптеген өзгерістер болды. Біріншіден, жаңа өзіңіз атап өткендей, біз Қазақстанның түкпір-түкпірінен ашылдық. Бізде 19 қала, 19 кампус, 15 мың белсенді бар. Екіншіден, ең өзекті мәселелерді қозғайтын азаматтық науқандар ашылды бізде. Үшіншіден, жаңа адамдарды бүкіл Қазақстан тани десек те болады. Біздің кейстеріміз, азаматтық науқандарымыз бұқаралық ақпарат құралдарында болсын, әлеуметтік желілерде болсын, көптеген қаралым жинайды. Бізді қолдайтындар да бар, сынайтындар да бар. Бірақ бұл жұмыстың барлығы бір мақсатта істелінеді. Бұл қоғамның сана өзгерісі.
Мемлекет басшысы өзі бірнеше рет сөзінде қуатты өңірлер, қуатты мемлекет деп бұл құндылықтың маңыздылығын атап өткен болатын. Соған байланысты біздің жаңа адамдардың кампусы Қазақстанның ірі қалаларында ашылды. Жаңа айтып өткен жаңа адамдардың мақсаты бұл қоғамның тұтас бір буынның сана өзгерісін іске асыру, ал ол үшін біз қоғамның қағидаларын қайта қарастырып, оның ең өзегіне білімге деген құштарлық, еңбекқорлық және прагматизм сияқты қасиеттерді алдыға қою керекпіз. Және бұл жұмыс тек бір қалада, Астанада, Алматыда емес, бүкіл өңірлерде тең қатар жүруі тиіс деп санаймыз. Сондықтан біз мақтанышпен әрдайым біздің кампусымыз Қазақстанның ең ірі өңірлерінде ашылған деп мақтанышпен айтамыз. Кампус бұл жай ғана кеңсе емес, бұл қаланың ең белсенді жастарының жиналатын орны. Кампус бұл идея шеберханасы. Кампусқа қосылған, бізге келген адамдардың барлығы бұл қозғалыстан өз ісін таба алады. Және өңірлерде, өзім көшбасшы болған өңірлерде, белсенділер өз ісін азаматтық науқандар арқылы жүзеге асырады. Мысал ретінде айтып кетсем, жақында өткен акция «Время и стекло» азаматтық науқанының акциясы. Уақыт тоқтады. Яғни қазақшаға аударсақ. Уақыт өтті азаматтық науқанының акциясы өтті. Мерзім өткен тауарлардың жаппай сатылымын анықтады. Бірнеше ескерту жасады, бірақ жағдай өзгермегендіктен олар бұл мәселені қоғамға, бүкіл қалаға айтуды жөн шешті. Ол қалай орын алды? Магнум супермаркетінде мерзім өткен тауарлар сатылып жатыр, және бұл қоқыс сізге сатылмақ болған өнім атты баннерлерді газелдің екі жағына іліп, оған 3 бөшке мерзім өткен тауарларды жүктеп, барлық қаланы аралап шықты. Солай қоғамға бұл мәселені көрсетті. Неге мен бұл мысалды айтып жатырмын? Өйткені жаңашылдық пен креатив бұл біздің тіл десем болады. Аудиторияға құрақ есеп керек емес деп ойлаймын. Оларға шынайы, эмоцияға толы, жанды контент керек. Бұл әсіресе өңірлерде маңызды, өйткені өңірлерде белсенділер азаматтық науқанның барысында қоғаммен тікелей диалогқа түседі. Қоғаммен сөйлеседі, тілдеседі, сұрасады, керекті жағдайда құзыретті органдарға жүгінеді, полиция қызметкерлерін шақырады, немесе сарапшыларға жүгінеді, және барлық тарап қосылған кезде ғана мәселенің шешімі тез табылады. Мен бір нәрсеге сенемін, мемлекет адам өзгерген кезде ғана, қоғам өзгерген кезде ғана өзгереді. Және өзгерісті өзімнен бастаймын деген ұғымды қазіргі таңда өңірлердегі белсенділер өз тәжірибелерінде дәлелдеп жатыр. Тамаша, керемет. Шынымен де Магнумда қазір мерзімі өтіп кеткен тауарлардың саны қысқарған секілді. Бұған сіздердің қосқан үлестеріңіз өте үлкен деп ойлаймын. Жалпы енді Алмат мырза, сіздерде азаматтық науқан деген түрлі жобалар бар. Сол жайында айтып берсеңіз. Біздегі азаматтық науқандар ол азаматтық бастаманы өмір салты ретінде алып, ортақ мүдде мен көзқарасты бірге бөлісетін адамдар тобы. Жалпы біздің азаматтық науқандарда біз күнделікті өмірде қалыпты болып қалған құбылыстардан белгілі бір мәселе табамыз. Мысалға қандай мәселелер? Мысалға, сатушының кішкентай балаларға алкогольді өнім сатуы, немесе жаңа Ғазиз айтып өткендей, дүкен сөрелерінде мерзім өткен өнімдердің тұруы. Бұндай мәселелердің адамдарға қалыпты болуы, немесе ұсақ болуы, бұл біз қандай қоғамда өмір сүріп жатқанымызды көрсетеді. Яғни дәл осындай ұсақ заттарға мән бермесек, біздің қоғам ешқашан дамымайды. Сондықтан біз осы мәселелерді өзгерту үшін мәселелердің ауқымын көрсетеміз, және өз кейстерімізде адамдарға ой саламыз. Бұл қаншалықты қалыпты жағдай, және біз бұны қалай өзгерте аламыз. Ол үшін біздің азаматтық науқандағы жаңағы айтып кеткен белсенділеріміз кейстер жасайды. Кейстің өзі бірнеше этаптан тұратын өте күрделі жұмыс. Белсенділер өздері сценарий жазады, перформанс табады, сол сана ауытқуын айқындап, мәселенің қаншалықты ауқымды екенін көрсетеді. Яғни бізге келген белсенділер өздері күрескісі келетін мәселені айқындап, оның шешу жолын және қандай жүйемен шешу керек екендігін анықтайтын болады. Алмат бұл азаматтық жоба жайында барлығын біледі. Өйткені Алмат, қателеспесем, өзің идея авторларының бірісің, иә? Неліктен 124 деп аталады? Бұл жобаның тақырыбының өзі ерекше. 24 көбесінде сұрақ туындайды, неге 24 деген. Уголовный кодекс қой деймін, иә? Қателеспесем. Біздің еліміздегі конституциядағы заң бойынша 24 статьясы
біздің жұмысымызға бағытталған, яғни педофилизм мәселесін қозғайтын статья болғаннан кейін біз осы жоба атауын 24 қоюды шештік. Жалпы жоба жайлы айта кететін болсам, жоба осы жылы да қарқынды өз жұмысын әлі күнге шейін жалғастыруда. Осы жоба Қазақстанның біздегі бар 19 кампустың 19-ында да бастау алып жатыр. Біз бұл мәселені маңызды мәселелердің бірі ретінде көреміз, өйткені балалардың болашағы, олардың қауіпсіздігі ол мемлекет деңгейіндегі үлкен мәселе және бәрімізге бірдей ортақ мүдде болу керек деп есептеймін. Дұрыс айтасыз. Және бұл жерде қоса кетейінші, сұхбатқа дайындалмас бұрын кішігірім бір статистикалық мәліметтерді қарап шықтым. Елімізде жыл сайын 900-ден астам жалпы осындай 124-ші бап бойынша қылмыстық істер қозғалады екен. Енді 900 деген санның өзі былай қарап тұрсақ қорқынышты ғой. Өте қорқынышты сандардың бірі. Өйткені көрінбей қалғаны қаншама. Бірақ сіздердің жобаларыңыз сондай әлеуетті педофилдерді ұстап, оны әрмен қарай сіздер не істейсіздер, қалай ұстайсыздар, сол жайында кішкене айтып берсеңіз. Біз осы жылдың өзінде 10-нан астам әлеуетті педофилдерді әшкереледік. Бұл жоба жалпы нені көрсетеді? Педофилдер қаншалықты кішкентай балалардың сеніміне оңай кіріп, оларды кездесуге шақыра алатындығын көрсетеді. Осындай шынайы мысал арқылы біз ересектер мен ата-аналарға үндеу жасаймыз. Өз балаларыңызбен ашық сөйлесіңіздер. Олардың кіммен және қайда кездесіп жүргенін біліңіздер. Себебі бұл өте маңызды ақпарат. Жалпы әрбір кейсіміздің соңында біз әлеуетті педофилді құзырлы органдарға тапсырамыз. Ары қарай ол кісілер өздерінің жұмыстарын жалғастырады. Ал біздің мақсатымыз осындай адамдарды әшкерелеп, қоғамға бұл мәселенің қаншалықты кең таралғанын және маңызды екенін көрсетеміз. Себебі көбісі ойлайды, педофил ол сыртта ерекшеленетін біртүрлі адам деп. Шын мәнінде олай емес. Олар кішкентай баланың сеніміне кіре алатын адамдар, ересек адамдар болып табылады. Олар әрқашан өздерінің әңгімелерін кішкентай баламен сөйлескен кезде дос, түсінетін адам ретінде бастайды. Одан кейін белгілі бір уақыт аралығында кейбіреуі бірден сенімге кіргеннен кейін өзінің арам ойын жалғастырады. Яғни шекараларды бұлдыратады. Яғни сіздер сондай әлеуетті педофилдерді қалай анықтайсыздар? Белгілі бір сайтта отырады ма олар, әлде қайда отырады? Әлеуметтік желілер арқылы шығады ма? Әлде қалай табасыздар оларды? Жалпы енді қоғамда бұндай адамдар көрінбейді ғой. Аз көрінеді. Енді бірақ сіздер ондай адамдарды қалай табасыздар? Қалай анықтайсыздар? Шын мәнінде бұл өте күрделі процесс болды. Бұл жаттың ойлап табылуы. Өйткені біз бұрын Телеграмдағы давинчик ботымен іздейтін болатынбыз. Бірақ одан кейін қаншалықты біздің жоба танымал болған сайын педофилдер де біле бастайды. Қай жерден енді мен өзімнің келесі жертвамды іздемеуім керек деген ойлар болады. Сондықтан дәл қазір біз жаңа шынайы әділетті жүйе ойлап таптық. Қарапайым кішкентай 12 жасар, 13 жасар қыздардың Instagram парақшасын ашамыз өзіміз шынайы парақша ретінде жүргіземіз. Ол фейк парақшалар. Бірақ соның өзінде ересек адамдар өздері бірінші тіркеліп, бізге өздері жаза бастайды. Бірақ фотодан көрініп тұрады, ол совсем кішкентай қыз екені көрініп тұрады. Біз өз тарапымыздан ешқандай провокация немесе арандатушы суреттер қоймаймыз. Қарапайым 12 жасар қыздың суреттерін, өзіміздің белсенділердің кішкентай суреттерін, кішкентай кездегі суреттерін қою арқылы ешқандай ерекшелігі жоқ қарапайым парақша қоямыз. Дәл солай жазған ересек адамдар, кішкентай қызға жазған ересек адамдар өздерінің мақсаттарын уақыт өте келе көрсете бастайды. Және бұл ең тиімді тәсілдердің бірі болып отыр. Бірақ та әлі күнге шейін біз бұл жобамен жұмыс жасап, бұдан да күрделі жақсырақ тәсілдер ойлап табуға тырысамыз. Өйткені өзіңіз айта кеткендей 900 іс қозғалған. Сондықтан біз бұл мәселені түбірімен жоятындай, ата-аналардың барлығы, ересектердің барлығы өздерінің балаларына дос, сенімді адам ретінде қарым-қатынасын қойған кезде, меніңше бұл мәселе өз нүктесін табады. Азайып өз нүктесін табады деп ойлаймыз. Жалпы біздің кейстеріміз қалай жүргізіледі және біз не үшін әшкерелейміз? Себебі әлеуетті педофилдердің басты қаруы ол олардың анонимділігі. Яғни олардың ондай адам екенін ешкім білмесе, олар өздерінің арам пиғылын ары қарай жалғастыра береді. Сондықтан біз әрбір кейсімізде оларды әшкерелеп, олардың ең басты қаруынан айыратын боламыз.
себебі көп ата ана ойлайды, егер менің балама бірдеме болып қалса, ол маған бірден айтады не болған деп. А шынында мүлдем олай емес. Балалар отбасымды бұзып аламын ба, немесе маған сенбейді ме деп қорқады. Ал үнсіздік ол келісім емес, ол кейде өзіңді қорғаудың бір тәсілі ғана. Сондықтан тағы да осы сәтте қайталап кетсем, біз ата-аналар, ересектер өз балаларыңызды үнемі сөйлесіп отыру керек, диалог жүргізіп отыру керек, иә? Иә, ата-ана мен баланың арасында достық, сенімділік деген қарым-қатынас жақсы болу керек. Өйткені бала ешқашан қорықпау керек. Ата-анасына белгілі бір ақпаратты жеткізуді, оған бұл маған, ата-ана маған сенбей қалады, немесе мен отбасыда бір затты бұзып алам деген сияқты ой оларда мүлдем болмау керек. Сондықтан ата-аналарға тағы айтарым, балаларыңызбен жақын сөйлесіп, олардың сіздерге сенуге болатынын түсіндіріңіздер. Алмат, айтыңызшы, енді Түркістан облысында, Қызылорда өңірінде, Астанада әлеуетті педофилдер бар деп отырсыз, иә? Олардың кейбіреулерін ұстап та үлгердіңіздер. Вот ұстаған адамдарда қандай эмоция болды, иә? Сіздер ол адамдарды ұстап алдыңыздар, камераға түсірдіңіздер. Әрине олардың эмоциясы қандай болды? Камерада көрген ол бөлек, былай өмірде ол кісілермен әңгімелесіп сөйлескеннен кейін қандай кейіпте болдыңыздар, ол адамдар қандай әсерде болды, өзінің арам ойын асыра алмағандықтан бір күйзеліске түсті ма, әлде олардың әрмен қарайғы тағдыры қандай болды? Кейстен кейін біз оларды құзырлы органдарға тапсырамыз. Ары қарай олармен полициялар айналысады. Ал кейстің уақытында мен байқаған заттар, ол әр педофил мойындамайды. Сол сәттің өзінде ол бала өзі жазды ғой, немесе ол келісті ғой, немесе мен ондай арам ойын болған жоқ, мен жай ғана сөйлестім. Бірақ интимдік ұсыныстардан бөлек бейтаныс ер адамның кішкентай баламен сөйлесудің өзі қалыпты жағдай болмау керек, және ол ешқашан норма емес. Ал бірақ сондай ұсыныс жасап интимдік мақсатта кездесуге келуі әлеуетті педофилдердің. Бұл сәтте олар ең бірінші сасқалақтап қалады. Не болып жатқанын түсінбейді. Өйткені ол ойлады, мен қазір 12 жасар қызға барам, өзімнің арам пиғылдарын жасаймын, содан кейін кетем. Мені ешкім білмейді, ол қызды ешкім танымайды, біздің арамызда болған затты ешкім білмейді деп ойлайды. Енді құрметті көрермен, бұл істердің барлығын, бұл жобалардың, азаматтық жобалардың жүзеге асыруына өздерінің үлкен үлестерін қосып жүрген енді адамдарды сіздер танып біліп отырсыздар. Мінекей бұл Әлем мырза, Алмат мырза, Ғазиза және Нұрай қыздарыңыз осындай үлкен өте резонансты жобаларды жүзеге асырып отыр. Енді биылғы жыл мемлекет басшысының идеологиялық акцияларына өте толы, мазмұнды жыл болды десек те болады. 2024 жылы бастауын алған Таза Қазақстан акциясы, яғни 2025 жылды мемлекет басшысы жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Сонымен бірге ең сондай идеологиялық серпілісін беріп жатқан акциялардың бірі ол заң және тәртіп. Нұрай ханым, енді жаңа адамдар осы заң және тәртіп бағыты бойынша қандай азаматтық жобаларды жүзеге асырды? Жалпы осы заң және тәртіп мәдениеті туралы толық айта кететін болсам, бізде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтып өткендей, заң ол әр адамның құқығы мен бостандығының қорғаны. Осы ақиқатты түсінетін мәдени және азаматтық орта қалыптастыруымыз қажет. Жалпы тәртіп жалпыға ортақ құндылыққа, ал заңға бағыну өмір салтына айналуы тиіс. Және де біз түсінеміз, заң мен тәртіп мәдениеті ол жай ғана сыртқы талаптар емес, ол біздің ішкі сеніміміз, яғни менің өзіме, өзгеге, қоғамға көрсететін құрметім және де ішкі жауапкершілігім деп айтсам болады. Жалпы Қазақстанда осы жылы көптеген бірқатар заңнамалық өзгерістер енгізілді, және де егер де атап айтатын болсам, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес 125 бабы бойынша некеге мәжбүрлеу бойынша қылмыстық жауапкершілік қабылданды. Яғни қызды алып қашу, қызды алып қашу тақырыбына, яғни алып қашу ол дәстүр емес, ол қылмыс. Және осыған байланысты бізде көптеген заңнамалық түзетулер енгізілді. Жалпы тағы да айтатын болсам, тұрмыстық және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты тағы да жауапкершілікті күшейтетін, қатайтатын бізде заңнамалық өзгерістер қабылданған болатын. Және де соңғысы осы жақында
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне 115-1 бабы енгізілді. Бұл бап жалпы сталкинг, ол адам өміріне қатер төндіретін қудалау деп бекітілген болатын. Жалпы біз осы қауіпсіз әділетті Қазақстанды құру тапсырмасы бойынша және де осы елде көп айтылатын зорлық зомбылыққа нөлдік төзімділік мәдениетін қалыптастыру мақсатында жалпы медиа жобамызды іске қостық. Ол жобаның аты қауіпсіз әйелдер таксиі деп аталады. Аты айтып тұрғандай, бұл әйелдердің таксидегі қауіпсіздігіне байланысты. Біз білеміз, жалпы мемлекет көптеген заңнамаларды дәйекті түрде қабылдап келеді, және де оларды қабылдауының ең басты себептері ол азаматтық қоғамның белсенділігі мен сұранысына ғана негізделеді. Сол біз зорлық зомбылықпен күресу үшін бізде қазіргі таңда мүмкіндік беретін құқықтық негіз қалыптасты, және де біз осы қауіпсіз әйелдер таксиі жобасы арқылы жеке тәжірибелер мен оқиғаларды талқылау арқылы азаматтық саналы ашық диалогты құрғымыз келеді. Және де бұл диалогтың қандай салдары болуы мүмкін, және де жалпы не үшін қажет деген сұрақтар туындауы мүмкін. Ең бірінші кезекте жалпы біздің осы медиа жобамыз жүйелі мәселеге, қыздар тап болатын қыздарға қатысты алымсақтыққа, әсіресе такси саласында жол сапарлар кезінде болатын мәселеге жауап ретінде қалыптасқан. Бұл мәселе бізде, егер де толығырақ қарастыратын болсақ, осы қоғамдағы бізде ашықтық, жауапкершілік және де ішкі сенім, тағы да құрмет мәдениетінің жеткіліксіздігінің салдары болып табылады. Яғни бұл жекелеген белгілі бір сәтсіз жағдайлар емес. Олар біздегі белгілі бір мәдениеттің толық қалыптаспағандығының нәтижесі болып отыр. Біз және де осы мәселені толығырақ ашу үшін осы жобамен айналысып жатырмыз. Қазіргі таңда бізде шығарылымдар шықты, және де алдағы уақытта да күтсеңіздер болады. YouTube арнасында. Тамаша, айтып қойыңыз, YouTube арнамызды қалай табайық? Жаңа адамдар YouTube арнасында, жалпы біздің барлығымыздың осы арнамыз, соның ішінде қауіпсіз әйелдер таксиі деп аталады медиа жоба. Ол сонда өзі аты айтып тұрғандай, тек қана әйелдерге арналған такси ме? Қалай сонда? Бұл жоба қалай жүзеге асырылады? Не үшін? Не мақсатта? Бұл таксиге тек қана әйелдер неге отырады? Жалпы біз бұл жобаның аты өзі айтып тұрғандай қауіпсіз әйелдер таксиі, яғни бізде жүргізушілер де, оның ішіндегі жолаушылар да және сұхбаттасушы адамдардың өздері де қыздар, және де бізде жүргізушілер арнайы бір талаптардан өтіп, белгілі бір критерияларды қанағаттандырған жағдайда ғана жұмысқа қабылданады. Және де осы уақытқа дейін бізде қызғылт түсті осы таксилеріміз бізде Алматы қаласында жұмыс жасайды. Бұл жобаның негізгі мақсаты қыздар өздерін қауіпсіздікте сезініп, көпшілікке айта бермейтін жаңағы ашықтық мәдениетін қалыптастыру мақсатында өздерінің тәжірибелерімен, әрине аянышты көңіл түсіретін тәжірибелерімен ашық түрде бөлінісу үшін жасалған жоба. Және де біз айтып өткендей, бұл жоба арқылы біз осы ашық диалогты көздейміз ең бірінші кезекте, және де екінші кезекте осы қоғамда болып жатқан мәселелердің барлығы бізде адалдық, сыпайылық және де сабырлық сияқты заң мен тәртіптің бастапқы қағидаларының маңыздылығын көрсетуге бағытталған. Тамаша. Сонымен бірге сіздерде жаңа ритм деген жобада жүзеге асырып жатыр екен. Бұл қандай жоба, әлеміңізді айтсаңыз? Жалпы негізі жаңа ритмге қосыл азаматтық науқаны. Бүкіл дүниеде қандай универсал тіл бар, барлық адам түсінетін. Ол музыка тілі. Босымыз айтпайды ғой, музыка жүрек тілі деген сөз бар. Сәйкесінше музыка арқылы адам жай қарапайым тілмен жеткізе алмайтын ұстанымдарды да бөлісе алады. Жалпы жаңа ритмге қосыл азаматтық науқаны бізде 3 акция өткізді. Бірінші акция ол бізде Алматыда Көктөбеде болды 31 тамыз күні, және бұл бізде осы акция барысында, яғни бұл барабан фестивалі болды. Дауылпаздар фестивалі 200-ге жуық дауылпаздарымыз қатысты, және бұл жерде біз өзіміздің Қазақстан атты жейделерімізді барша Қазақстанға көрсеткен болатынбыз. Жалпы жейде туралы сәл айта кететін болсақ, бұл жай ғана киім емес, бұл жай ғана сыртқа киіп шығатын біздің мерч емес, ол біздің визуалды манифестіміз. Яғни оның негізгі мағынасы елде болып жатқан нәрсенің барлығы жеке маған қатысты, себебі мен және Қазақстан арасында ешқандай шекара жоқ. Яғни Қазақстан менің әлемім, және менің әлемім қалай өмір сүреді, ол маған да қатысты. Сәйкесінше бұл бізде Алматыда жиналдық, дауылпаздармен үлкен фестиваль өткіздік. Және бұл мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Қазіргі таңда бізде әлеуметтік желілерде біздің жейделерімізді сұрап, біздің идеологиямызды, біздің идеяларымызға қаныққан адамдар жазып жататын кездер болады. Жалпы қызығатын адамдар көп. Бірақ та бұл бізде музыкамен тек қана осындай мағына және мәндегі идеяларды емес, басқа да
өте маңызды мәселелерді көтеруге болады. Бұл бізде екінші негізгі акциямыз ол Ақтау қаласында болды. Бұл негізі антитреш азаматтық науқанның акциясы Каспийді сақтаймыз деп аталады. Біз білеміз, Каспийдің мәселесі қазіргі таңда әлі күнге дейін бар. Және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселе тек қана бір мемлекеттің емес, бірнеше мемлекеттің, яғни Каспий маңындағы Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Иран, Түркменстанның ортақ мәселесі екенін айтып өткен болатын. Және біз бұл мақсатта дауылпаздармен қатар үлкен батпырақ ұшырдық. Батпырақта біз өзіміздің посылымыз дедік, яғни месседжіміз болды басқа мемлекеттерге арналған. Бұл мәселені барлығымыз бірігіп, барлығымыз бұл нәрсенің нағыз маңыздылығын түсініп қолға алмайынша мәселе ешқайда жоғалмайды. Біз сол нәрсені көрсеткіміз келді. Фидбек болды ма? Иә, болды. Сәйкесінше бізде басқа мемлекеттердің, яғни бұқаралық ақпарат жүйелерінің біздің сообщенияларымызды дамытып, ары қарай бұл мәселе дамып бара жатқанын өзімізді көрдік. Және бұл бізде шынымен де үлкен мақтаныш тұтатын элементтердің бірі саналады. Және соңғы жақында ғана болды, жаңа рейтинге қосыл мейірімді бол акциясы өткен болатын. Бұл бізде Астана қаласында Алау мұз айдында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған өте үлкен, яғни массовое катание дейді ғой, яғни конькимен сырғанақ өткізген болатынбыз. Бұның негізгі мақсаты біреу. Мемлекет басшысы жаңа айтқандай Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің сөздерінде мейірімділік ол әділеттілік пен адалдық сынды қазақ идентикасының бөлігі екенін айтып өткен. Сәйкесінше біз бұл нәрсені түсінуіміз қажет. Қазақстандағы қандай да бір мәселені шешуіміз үшін, немесе қандай да бір халықтан күшін көрсетуіміз үшін біз барлығымыз бірге болуымыз қажет. Және барлығымыз бір-бірімізге көмектесе білуіміз қажет. Және бұл біздің бастамамыз мейірімді Қазақстан бастамасының ашты деп айтсақ болады. Және негізгі біздің мақсатымыз жақсылықты және мейірімді әрбір адам сыйлай алады. Егер де ол шынымен бұл нәрсені қаласа. Енді құрметті достар, сұхбатымның басында жастар немен айналысып жүр, қандай жобаларды, тың идеяларды жүзеге асырып жатыр деген сауал қойған едік. Енді бүгінгі сұхбатта бұл сауалдарға нақты жауабын таптық деп мен ойлаймын. Енді 2025 жылы көптеген тың идеяларды жүзеге асырған екенсіздер, тамаша жобаларыңыз бар екен, барша қазақстандықтар сіздерді қолдап жатыр. Маған идеяларыңыз өте қатты ұнайды. Негізі біріншіден қазіргі таңда бар азаматтық науқандардың ары қарай дамуы. Өйткені біз мәселе жоғалмағанда, мәселенің себебі жойылғанға дейін әрі күнге дейін біз жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Біз тоқтамаймыз. Біздің үлкен мақсатымыз бар. Ол әділетті Қазақстанды құру. Ал әділетті Қазақстанды құру үшін біз бірінші өзімізден бастауымыз қажет. Өйткені әділетті Қазақстан ол өз жауапкершілігін түсінетін қоғамнан басталады. Ал қоғам ол біз сияқты адамдардың жиынтығы. Сол мақсатта біз әлі күнге дейін жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. Бұл бізде қазіргі бар жүзге жақын азаматтық науқандарымыз, ол біздің максимумымыз емес. Мен оған сенемін. Бізде әлі де азаматтық науқандар болады, әлі де топтар құрылады. Белсенділердің саны өсе беретін болады. Және мен осының барлығына өте қатты сенемін. Өйткені қазіргі біздің таңдап отырған жолымыз осыған бәрін апара жатыр. Мен Қазақстанмен мақтанамын, шынымды айтайын. Қазақстан жастарымен, Қазақстан белсенділерімен және қазіргі таңда өңірдегі азаматтарымызбен, немесе Газизамен сөйлескенде түсінгенім бойынша белсенді Қазақстан жастары барлық жерде бар. Және барлығы шынымен де креативті, шынымен де жасампаз жастар, жігіттер мен қыздар. Және мен осыдай жігіттер мен қыздармен арқылы қандай да бір нақты нәтижеге жақын арада жететімізге 100% сенемін. Тамаша, керемет. Солай емес па, құрметті көрермен? Ой болса, бұл енді соңғы сұрақтарымның бірі болды. Әлем, Нұрай, Алмат, Ғазиза, сіздерге маған сеніп айтқан шынайы әңгімелеріңіз үшін, кейстеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Келер жылы сіздерге тек қана табыс пен бақыт алып келсін, жұмыстарыңызға тек қана берекесін алып келсін деген келеді. Мен ғана емес, бүкіл қазақстандықтар да сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілегісі келіп отырған шығар. Өйткені шын мәнінде сіздердің атқарып отырған жұмыстарыңыз өте сондай бір керемет, нағыз елімізге керекті салалардың бірін қамтиды. Елім дейтін, жерім дейтін жастарымыз көп болсын, құрметті ағайын. Олай болса, сұхбат ұнаған болса, Жасвайб арнасына тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарийда пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және келесі шығарылымда кездескенше.